Сахнада сәнді сарай көрінеді. Бұл Қобыландыға жау ел Қызылбас жұртының ханы Көбіктінің сарайы. Сарай алдында кек-кекелеп, өзінен өзі қойқаңдап батыр Қазан жүр. Осы арада сыртта қалған Тұмажан ойыма түсті де, екі заманның екі есер батырының бір-біріне ұқсауы-ай, дедім ішімнен. Бір жақтан сыздана алшаңдап, Алшағыр батыр және шықты. Екеуі хан қызы Қарлығаға таласып, біріне бірі сапы ала жүгірісіп, текедей тіресті де қалды. Балконның ең артында түрегеп тұрып көрген бұл көрініске мен мырс етіп тағы да күлдім. Жаңағы Тұмажан екеуміздің жатақхана жанында шапырысқанымыз ойыма түсіп кетті. Бұлар да қызға таласып жатыр екен ғой, дедім ішімнен. Сахнадағы бұдан кейінгі көріністерге жете назар аудармадым. Бар болғаны Көгланның шашы жалбырап, зу-зу арзу деп сахнада ұшып жүргені. Қарлығаның өзіне құмар қос батыр Қазан мен Алшағырға қыр көрсетіп, жалаң қылышты жарқылдата би билегені есімде қалды. Бір кезде жарқ етіп шам жанды. Жұрт орындарынан тұра бастады. Үзіліс болғанын мен сонда ғана білдім. Жалмажан балкондағы жұртқа бір, төменге бір қарап, өзі арық мойнымды қылқаңдатып соза бастадым. Жоғарыға шапшаң көз жүгіртіп, төмендегі жұрт арасынан іздеуге асыққандықтан ба, балконда біздің қыздар жоқ сияқты боп көрініп, тез төмен қарай жүгірдім. Жан-жағыма алақтап көз салып, әркімге бір тесіле қарап, елпеңдей басып келе жатыр едім. Сол кезде фойедегі жұртты қақ жарып, таныс бейтаныс адамдарымен қайта-қайта бас изей сәлемдесіп, көрермен қауымға мейірлене, бейілдене жымиып, сол жымиуымен жан-жағына шуақты жылу шашып, маңғаз аяңдап профессор Әуеновтың қарама-қарсы кеп қалғанын бірақ аңғардым. Жалмажан шетке бұрылып, Мұхит аға сәлеметсіз бе, деп оң қолыммен кеудемді бас идім. Бәле, бұл Ербол сенбісің? Қобыландыны көруге келдің бе? Деп Әуенов бұрылып келіп, мені білегімнен алды. Осы арада мен көптеген таныс, жүздеген студенттері бар Әуеновтың адам аттарына соншама зеректігіне таң қалдым. Профессорға сәлем бере тұрып, бұл кісі менің жүзімді танығанымен атымды біле қояр дейсің бе? Күн сайын алдынан топ-тобымен өтіп жататын шәкірттерінің қайсысының аты жөнін біле береді. Менің есімім де есінен шыққан шығар деп ойлаған едім. Жоқ, олай емес екен. Профессор мені өзімен ілесе жүруге икемдеп сөзін жалғанды. Қобыландыны көруге келгенің абзал болған, көру керек. Жалпы театрға көп барғаның, спектакльдерді көп көргенің дұрыс. Мен Ленинградта оқығанда әрбір жаңа спектакльді босатпай көретінмін. Кітаптан оқығанда көп нәрсе көзден таса қалып қояды. Ал сол оқиғаны сахнадан көрсең, ол ешқашан ұмытылмастан есіңде жүреді. Сахна тәрбиесі деген ерекше тәрбие. Ол ұғымды, жұғымды, ұтымды болады Ербол. Жалпы өнердің бәрі ұстаз ғой. Ал ұстаздардың ішінде тыңдаушының құлағына құйып беретін бір сұңғыла, шешені, ұқпас ерік алына қоймайтын өзгеше салауаттысы болмай ма? Ендеше театр өнерінде сондай ұстазға парапар деп білуің керек. Театр бос ермек, орынсыз күлкінің орны емес. Ол ақыл мен сезімге нәр беретін орын. Әуенов өзінің теңіз ырғақты үнімен тебірене сөйлеп кеткен еді. Мен даладағы екі жігітті де, театрдан өзім іздеуге келген екі қызды да ұмытып, профессордың шабытты сөзін ұйып тыңдап қалған болатынмын. Осы кезде біреу көлденеңдеп келіп, қос қолын бірдей ұсынып, Әуеновтың сөзін бөліп жіберді. Онымен амандасқаннан кейін профессор қайтадан маған қарады. Орның бар ма өзіңнің? Қай жерде? Деп сұрады. Бар Мұхит аға, деп мен саусағымды шошайтып төбені ұсқадым. Орным балконда дегенім еді. Менің қасымда бірінші қатарда бір бос орын тұр. Мен саған ақша берейін Ербол. Егер сол орындардың бірі шын бос болса, билет ал. Орын болмаса, ақша қалтаңда қалсын. Басқа бір керегіңе жаратарсың. Өз орныңда отырып көре бер. Деп Әуенов жұрт көзінен тасалай қалтасынан 100 сом суырып, менің алақаныма салып, жұдырығымды өзі жұмды. Сонсоң иығымнан қағып, бар, тез билет алып кел Ербол, деді. Мен рахмет Мұхит аға деп міңгірлеп, өз-өзімнен қызарып, сыртқы есікке қарай аяңдадым. Есікке тақағанда бүйірден бір таныс дауыс құлағыма шалынды. Я ағай, кімді іздеп жүрсіз? Жалт қарасам, Майра екен.
қасында Меңтай тұр. Сендерді, дедім қуанып кетіп. Қайда отырсыңдар өздерің? Бағанадан бері шарқ ұрып таба алмай жүрмін. Сөйтсем олар балконда, нақ менің алдымда, иегімнің астында отырыпты. Мен жарты сағаттай қараңғыда солардың желкесінде тұрыппын. Иә, ал неге бізді іздедіңіз? Деп сұрады Майра. Меңтай да бетіме қарады. Бұл сұрақты ол маған үнсіз қойды. Менің жүзімнен өзіне аса қажет бір нәрсені іздегендей боп қымсына, қиыла, үміттене, үзіле қарағандай болды. Сәл тобарсыңқырап тұрған жұқа ерінің жиегін күлкі қозғап өткен іспеттенді. Содан соң лезде ернін жымырып, орынсыз келген күлкіні қымтап, тас қылып бекітіп тастаған сияқтанды. Жай бір кісілер іздеп келген екен екеуіңді. Солар тауып бер деген соң. Иә, ол кім? Деді Майра, сөзімді аяқтатпай, маған қарай сәл ентелей түсіп. Меңтай үндемеді. Қайта менің бір кісілер екеуіңді іздеп келіпті деген сөзім оның иығынан батпан болып басқандай, жаңағы күлкі қозғаған ернін жазалағандай боп, аяусыз тістелеп төмен қарады. Я, қандай кісілер? Әйел ме, еркек пе? Айтсаңшы тез. Екі жігіт, бірі Меңтайдың ағасымын, атым Тұмажан дейді, дедім мен бәсең, солғын үнмен. Меңтай селк еткендей боп, ернін одан сайын тістелеп, теріс айналып кетті. Неге әкелдіңіз оларды? Әкелмеуіңіз керек еді ғой, деді, қынжылған қалып білдіріп. Мен сасып қалдым. Біреуге істеймін деген жақсылығым, екінші біреуге жамандық болар деп ойламаған басым, не айтарымды, не дерімді білмедім. Жік жапар боп жалынған соң, қайдан білейін, және уәдем бар демеп пе едің өзің? Меңтай қиналғандай боп басын шайқады. Онысы уәдем жоқ дегені ме, әлде тағы да бекер әкелгенсіз дегені ме, оны анық ұға алмадым. Мен қысылдым, не дерімді білмедім. Бар аузыма түскені, Меңтай-ау, қалай өтірік айтамын, деппін. Я, рас, ағай не деп өтірік айтады, деді Майра. Жүр шығайық. Әдейі іздеп келген кісілерге шықпау ұят болады. Ол Меңтайды білегінен ұстап сыртқа қарай икемдеді. Меңтай басын шайқап күрсінді де, ал баста дегендей ишара жасады. Байқасам, бетінде қан қалмай, бейне бір өлімге бара жатқан адамға ұқсап қуарып кетіпті. Мен өзімді Меңтайдың жігітімен жүздестіруге емес, дар ағашына қарай айдап бара жатқан жендеттей сезініп, қалбақтап алға шықтым. Онда мен жоқ екен деп айтайын, дедім. Қыздар менің бұл сөзімді естімеді ме, естісе де енді кеш деп елемеді ме, ілбіп, ілгері жүре берді. Жігіттер сыртқы дәлізге кіріп бір бұрышта күтіп тұр екен. Шегір көз сары қыздарды көргенде құбылып сала берді. Жымыңдап, жылмайып, маймаңдап басып бізге қарай ұмтылды. Иіріліп, иіліп, еңкейіп келіп Меңтайға бас иді. Аяғын сарт еткізіп жіберіп, оның қолын алды да, алдымен ернін тигізді. Содан соң алақанын апарып бетіне басты. Меңтайдың қолын жайлап босатып, тез Майраға қарай бұрылды да, аяғын тағы да сарт еткізіп, жаңағы жасағандарын жылмия тұрып қайталауға кірісті. Апырай, мына Тұмажан бір емес, екі кісі болып шықтау, деп ойладым мен оның мына қылықтарына қарап тұрып. Жаңа маған соншама сызданып еді, енді екі қыз алдында құрдай жорғалауын қарашы. Бикештер өздерін қашып ұстататын емессіңдер ғой, деді ол қыздарға қырлана үн қатып. Бізді аяғымыздан тұсап, арқандап кеткен ешкім жоқ шығар, деді Меңтай сабырлы үнмен. Шегір көз сары иығын қозғап, ұрынбақ болып қопаңдап қалып еді, одан бұрын Майра сөйлеп кетті. Иә, Меңтай түні бойы қатты ауырып, түске дейін төсекте жатып еді, деді ол. Содан соң бой жазайық деп театрға келдік. Әйтпесе, әр қашанда үйдеміз. Шегір сары Меңтайға қадалып, оның шынында да жабырқап тұрғанын көрді. Сондықтан ол оқталған сөзін айтпады. Ал қош болыңыздар, дедім мен кетуге ыңғайланып. Ағай, сізге рахмет, деп Ерғазы келіп қолымды алды. Сіз болмасаңыз, біз таба алмайтын едік бұл кісілерді. Тұмажан жай ғана иек қақты. Меңтай үнсіз, төмен қараған күйде қалды. Майра көзінің астымен Меңтай мен Тұмажан екеуіне кезек қарай берді. Мен енді қайта театрға кіре алмайтынымды, кірсем де орнығып отырып,
ұғып ойын көре алмайтынымды сездім. Театрдан шықтым да, ішім толып бара жатқандай боп жатақханаға қарай жүгірдім. Өкпем күйгенде барып, бірақ тоқтадым. Ненің қуанышы қуалап жүгіргенімді өзім де білмедім. Жоқ, ол қуаныш емес еді. Бағанадан бері денесінде снарядтың жарықшағы қалған жаралы адамдай күйде болатынмын. Енді сол жарықшақ қозғалып, жанымды шығара бастады. Апырау, неге ертіп әкелдім осы екеуін сөлпеңдетіп? Мен әкелмегенмен, олар бірін-бірі бәрібір табады ғой, деп қайтадан өзімді өзім жұбаттым. Меңтайдың өтінішін орындап, қыздар мұнда жоқ екен деп, неге өтірік айта салмадым оларға? Өмірімде бір рет өтірік айтсам, аузым қисайып кетпейтін еді ғой, деп және қиналдым. Қой, өлсем де өтірік айтпаспын деп, ол ойыма тағы қарсы болдым. Мені мұншама ойға қалдырып, жанымды қинаған жарықшақ қызғаныш пен өкініш еді. Мен Меңтайды уәделескен жігітінен қызғандым. Мен оған берген уәдеңді бұзба дегеніме бір өкінсем, енді екеуін қолдарынан жетектегендей боп, біріне бірін табыстырғаныма және өкіндім. Өкініш пен қызғаныш өксік болып, тамағыма кептеліп еді. Ол күні осылай болғанды. Сол 3 күн бойына сізді ойыма алумен болдым, деді Меңтай күрсініп, қайтадан сөзін жалғап. Тұмажанды тасырлап, одыраңдап театрға жетіп келгенінен ақ ішім жаратпап еді. Оны сол ұнатпаған болды. Меңтай булығып, қыстығып сөйледі. Әлде неге іш құса болған адамның қалпымен ішіндегі ешкімге жария етілмес жасырын деген сырын ақтарды. Ол мені ерік алдыма қоймай, көшеде жүргенімізде Майрадан бөліп оңаша үйге алып кетті, деді Меңтай, орамалымен көз жасын тағы бір сүртіп алып. Майра анау жуас жігіттен құтылып кетіп, шарқ ұрып мені іздепті. Бір қаланың ішінен бір адамды табу, бір мая шөп ішінен жоғалған инені іздеумен парапар ғой, таба алмапты. 3 күннен кейін ана пәледен құтылып, үйге келсем, менен айырылдым деп жылап сықтап, Майра жатыр екен. Келгенімді көріп, жаны қалмай қуанды ол байғұс. Келгенімді қайтейін, кеше ғана қыз боп аттап жүрген табалдырығымнан енді басқа боп аттаған соң, жұрттың бәрі маған Тұмажанның не істегенін біліп отырған сияқты болды. Маған бәрінен де сол батты. Бөлмедегі қыздардың бетіне қарай алмадым. Тұмажан ойыма түскенде, сол сұммен қалай бірге жаттым деп, өз денемнен өзім жиіркендім. Тұмажанның дегеніне көніп, оны ұнатпай тұра осалдық жасағаныма өкіндім. Ішім удай ашыды. Оған неге көнгенімді, жетегіне неге ергенімді өзім де білмеймін, сенсеңіз. Содан соң сізді есіме алып, және жылай бердім егіліп. Осы бір жылдың ішінде сізге сондай бауыр басып кеткенімді сол 3 күнде бірақ білдім. Сыртқа сездірмесем де, маған сіздің адалдығыңыз, әділдігіңіз, ақ көңілділігіңіз ұнайтын. Жаныңыздың жұмсақ, жүрегіңіздің мейірбандығын жаратушы едім. Көпшіл көңіліңіз, адамға деген қамқорлығыңыз жанымды тебіренте тербейтін. Ата-анадан, сүйген қыздан, сүйікті достан айырылып қалған күйініш қасіретіңіз, олар жайында адал көңілмен бәрімізге айтып, ақтаратын мұңды әңгімелеріңіз жүрегімді елжіретуші еді. Сіздің маған деген оттай ыстық махаббатыңыз ерітіп, есімді алатын. Бірақ бұрын біреумен уәделесіп қойғаннан кейін сізге сырымды бермей, ұқпаған, елемеген, естімеген боп жүре беретінмін. Еріп, елжіреп тұрсам да, шегелей қатты, шегендей берік боп көрінуге тырысатынмын. Меңтай аузынан бұл сөздерді естігенде, мен өне бойым қалтырап, не болғанымды білмей кеттім. Қатты тістеніп, қайта-қайта басымды шайқай бердім. Оны мен білдім бе, Меңтай-ау, дедім, онымен қоса жыларман болып, даусым дірілдеп. Өзің уәдем бар, сол кісіге сөзімді беріп қойдым деген соң, оның үстіне ағайымның өсиеті еді, дедің. Ой, ағай-ай, сіз қызық екенсіз ғой, қайғы жігітке айтқаның бола қойсын дейді. Көңілі бар қыздың болмайды дегені, болады дегені екенін білмейтін бедіңіз. Сонда сіз анау Тұмажанға ұқсап, бауырыңызға қысып босатпай қойсаңыз, онда сіздік едім ғой. Ендеше
Әлі де кеш емес қой дедім. Сөзім үзік-үзік шығып, Меңтайдың Тұмажанмен қосылып қойғаны көңілімді күптетіп, ішімді ашытса да, оны елемеуге тырысып, әлі де өтінемін Меңтай, мендік бол. Меңтай басын шайқады. Кіммен қарайсаң, сонымен ағар деген мақал бар қазақта, деді ол. Мен енді не болса да Тұмажанмен боламын. Өйткені сонымен қарайып қалдым. Уыздай ақ күнімде қасыңызда, еркіңізде, құзырыңызда едім. Үндемей жүріп, ішпен ғана сізді тіледім. Енді бәрі бітті. Маған өкпелемеңіз, ағай. Осыны айтып, орамалмен бетін басып, Меңтай тағы да жылады. Мен не істерімді білмей, оның ақ білегінен ұстап, қоса қиналып, қолының басын қайта-қайта сипай бердім. Төбедегі шамның жарығы, орындықта отырған ақ жүзді, ақ мойын, ақ жүректі ару Меңтайдың сол сәттегі мұңды пішінін, ұлы суретшінің майлы бояумен жасалған картинасындай етіп, менің жүрегіме мәңгі сақталып қалу үшін сансыз сәуле, нұрмен өрнектеп салып жатқан сияқты еді. Меңтай орнынан тұруға ыңғайланып, ең соңғы сөзін айтты. Еркек өзін сүймеген қызбен жау боп, жамандасып кетеді деп білуші едім. Ең жоқ дегенде, ол қызға теріс айналып, өш алу үшін басқан ізін аңдып, кекеп мұқап жүретін болар деп ойлайтынмын. Солай екені де рас. Сіз өйтпедіңіз, қасыма келіп, хал жайымды сұрадыңыз. Мен оған лайық болмасам да, жылы көңіл көрсеттіңіз. Мен сіздің бұныңызға да шексіз ризамын. Рахмет, ағай. Меңтай орнынан тұрып, кібіртіктей басып, өз жатақханасының, бұл кезде ол Калинин көшесіндегі корпуста тұратын, есігіне қарай аяңдады. Менің қабырғам сөгіліп, іші бауырым езіліп бара жатқан сияқтанды. Әйел жанын ұғу оңай емес екен-ау деп ойладым. Тұмажанды жек көремін дейді. Жақсы көретін кісіге және бұрылмайды. Кіммен қарайсам, сонымен ағарамын дейді. Ағарасың ба? Ағарсаң жақсау деп, мен басымды қайта-қайта шайқадым. Көзге жақын, көңілге алыс қыз шіркінді түсіну қиын екен-ау деп қиналдым. Қозғалмасын деп біреу өзімді орындыққа қыларқанмен таңып тастағандай боп көрінді. Меңтай есік алдына барып, кейін бұрылып, маған иіліп басын изеді де ішке кіріп кетті. Ай батып, айналам түнек тартып, қараңға қамалғандай боп мен қалдым. Ойлап, ақыры мен университеттен кетуге бел байладым. Өзімді де, Меңтайды да қинамайын дедім. Ертеңінде университеттің сырттан оқу бөліміне ауысып, емтихан, сынақтың бәрін келесі жазда келіп тапсыруға рұқсат алдым. Содан соң газет қызметіне орналасармын деп көрші облысқа жүріп кеттім. Облыстық Алатау жұлдызы газетінің редакциясы мені жұмысқа бірден қабылдады. Газеттің аудандарға жүріп тұратын тілшісі болып, бара сала қызметке кірістім. 1947 жылы июльдің басында мен өзім тұрған облыс орталығынан пойызбен Алматыға сапар шектім. Университетке сырттан оқитындардың жазғы сессиясына қатысуға келе жаттым. Бір купеде балуан бітімді, ұзын қара мұртты, қартаң қазақпен қатар жайғасқан едім. Біз отырғаннан кейін пойыз ілгері қозғалып, қала кейін сырғып, артта қалды. Көршім терезеге үңіліп, мен кітапқа бас қойдым. Сөйтіп, уақыт өткізуге кірістік. Жолда Нар станциясынан біздің купеге жүзі таныстау сияқты бір жігіт келіп кірді. Мен быржиып семіре бастаған бұл адамды қайдан көрдім деп ойланып отырғанда, ол мені тани кетті. «Өй, сен солдат емессің бе?» деді салған жерден. «Иә, бірақ қайдағы солдат?» «Қой, ұлталақтама», деді бейтаныс адам бірден сен деп сөйлеп. Бейнебір менімен бірге өсіп, өмір бойы біте қайнасып келе жатқандай-ақ. «Сен Казгуде оқисың ғой, өткен күзде көріп едің ғой, 7 ноябрьдің қарсаңында, жатақхана жанында». Менің жүрегім зырқ ете түсті. «Апырау, осы сол болмасын» дедім, ішімнен оған абайлай қарап. «Ұмыттың ба? Сен мені театрға ертіп апарып, Меңтаймен жолықтырғаның қайда?» Анық сол болды. «Иә, аман есенсіз бе?» деп қолымды ұсындым. «Сіздің атыңыз ұмытпасам, Тұмажан Ошақбаев еді ғой?» «Иә, оны қойшы,
Саған жігітім, сол жолғы қызметің үшін көп рахмет. Сен болмасаң, мен ол жолы Меңтайды таба алмай кететін едім. Оның несі? Деп танауын желбеңдетті сары шегір. Өзіңді білесің ғой, қыздың бойындағы ана несін, белгісін. Сол жолы сен кездеспесең, маған ол қыздың сонысы бұйырмайтын еді. Нардан Алматыға босқа далақтап барып қайтатын едім, бірақ жолым болды. Жолы болғыш келеді мұндайлардың деп ойладым мен ішімнен. Өзім де әттеген қолыма түссе деп алақаныма түкіріп барып едім, түсті ақыры. Ошақбаев опық жемейді. Мен не дерімді, не істерімді білмей қызарып, қысылғанымнан терлеп кеттім. Ол мені әңгіменің қызықтығына елтіп отырау деп ойлады-ау деймін, дарақыланып, жаңағы сөзін сол тұрпайы қалпында қайтадан жалғастырды. Ал үшінші күні қызың сүзектен тұрғандай боп екі көзі шүңірейіп қалды. Кешке қарай көшеден такси ұстап әкелдім де, ішіндегі бар нәрін сорып алып, сыртындағы қабығын лақтырып жіберген лимондай етіп, қызды жатақхана жанына жеткізіп тастадым. Ол сең соққан балықтай теңселіп, салы суға кетіп, есікке қарай жылжыды. Ал мен бір рота немісті жалғыз өзім жайлағандай көңілім өсіп, нарға қарай тарттым да кеттім құйғытып. Ошақбаев опық жемейді. Ошақбаев опық жемейді деген мұның сөзінің мәтелі екен. Әр сөйлемнің соңында осы бір дарақы, жаттанды сөзді екілене қайталауды ол өзінің әдетіне айналдырып алыпты. Мен бұл парқысызға не айтарымды білмедім. Сіз қыздың ағасымен дос болмап па едіңіз дедім. Бар аузыма түскен сөз осы болып. Болса несі бар, онда не тұр, деді Тұмажан екі танауы едіреңдеп. Қыздың не үшін жаратылатынын білесің бе өзің? Білмесең мен айтайын, қыз қызық үшін, ләззат үшін жаралған. Осылай деп өз-өзінен тамсанып тісін ақситты. Бұл тұста ол маған кісі емес, тісі сақылдап тұрған қасқыр сияқты болып көрінді. Қыз деген сөздің өзі қызды көріп, бүйрегін бүлкілдесін, бүйірін қызсын, оны көрсең лап қой, бас салда умажда деген мағынаны береді. Ал мен бас салдым да өмірдің өзіме тиісті қызығын көрдім. Кеше немістермен біз не үшін соғыстық осындай қызықты көрмесек? Мен саған айтайын бар ғой, дүние екі келмейді. Сондықтан тірі күніңде тәтті қыздардың шырынын сорып қалу керек, мына мен құсап. Ол жыртқыштың тұяғы іспетті мұқыл саусағымен өз кеудесін бір түртіп қойды да, содан соң қысық көзін одан сайын сығырайта түсіп сөзін аяқтады. Жалғыз қыз ғана емес, өмірдегі тәттінің бәрінен өз үлесіңді үзіп, жұлып, жұлмалап алып қалуың керек. Міне, мұны білетін Ошақбаев ешқашан опық жемейді. Философиясын азғынның дедім ішімнен, қаным қыз-қыз қайнап. Одан соң оның арсыздығын бетіне баспақ боп, тағы да бір сұрақ қойдым. Қыз ағасының сізге айтқан өсиеті бар емес пе еді? Тірі қалсаң, менің қарындасыма қосыл, қорған бол деп тілек етпеп пе еді? Сонда сіздің мұныңыз қалай болғаны? Тоқтай тұр, оны сен қайдан білесің? Тегі сенің сол қызбен бірдеңең бар шығар, түрің жаман, деп Тұмажан бетіме тесірейді. Көзі жыланның көзіндей өткір екен, кірпігін қақпады. Содан соң бейне бір менің кінәмді кешіргендей боп мардымси сөйледі. Жарайды, болса бола берсін деп қолым бір сілтеді де сұрағыма жауап берді. Бірақ өлгеннің өсиетін тірі орындамайды деген бар емес пе? Сен оны білесің бе? Мен өзім өмірде осы қағиданы мықтап ұстайтын кісімін. Сен кісімісің? Кісі бейнесіндегі қорқау емеспісің дегім келді осы жерде. Бірақ ол сөзін аяқтасын деп үндемедім. Өлген адам өлді, топырағы торқа болсын. Ол өз-өзінен ыржалақтап, кеңкілдей күліп қойды. Өлген адамның жамбасы жайлы жерде жатыр. Ал тірі менің де. Ол тағы кеудесін түртті. Жаныма жайлы өмір кешуім керек. Ендеше шөпжелке бір студент қыз оқу бітіреді екен деп, алтын өмірімді өксітіп отырмақпын ба тосып? Оқуды таста, маған қатын бол дедім ол қызға. Көнбеді. Көнбесе өз обалы өзіне оның. Ошақбаев опық жемейді. Осы сәтте әлдебір ерлігі есіне түсіп кеткендей, Тұмажан қаймыжықтай ернін жымырайтып жымиып алды. Тілін жағатын жыланның тіліндей жалақтатып қойды. Өзімде қумын, деді ол содан соң маңғазданған боп. Оқ тиіп, құлағаннан кейін қыздың ағасы өлетінін біліп, қарындасым маған тапсырды.
тірі қайтсаң көз қырыңды салып қамқорлық жаса, менің орныма аға бол деді. Оның қарындасының суретін талай рет көргенмін, сұлу екенін білетінмін. Бір жаман ой келе қалды да, осы айтқаның рас болса, қарындасыңа деген бұл өсиетіңді қағазға жазып кет деп, қойын дәптерімді алдына тоса қойдым. Бұл сорлының ойы шын екен. Өлетін адам өтірік айта ма? Бейшара қолы қалтырап, сөз құрастырып жаза алмады. Соң блокнотты шапшаң қайта алдым да, ақ бетіне сүйкектете жөнелдім. Анау өліп кетпей тұрып, тез қолын қойдырып алайын деп асықтым. Ақ қағазбен оның қағаздай боп ағарып кеткен бетіне кезек қарай отырып, былай деп жаздым. Бауырым Меңтай, Тұмажан менің досым. Елге тірі барса, осының етегінен ұста, сенің басыңды қор қылмайды. Бұл менің саған өлер алдында айтқан өсиетім бауырым. Орында қалқам, ағаң Ербосынов. Осылай деп, оған сүйемелдеп отырып қолын қойдырдым.